Баршаңызға қайырлы күн, достар, қалайсыздар? Бүгін сіздермен осындай панкейкті миксерсіз жай ғана венчиктің көмегімен жасау жолын көрсетемін. Өте үлпілдек, жұп-жұмсақ болып шығады. Жасалу жолы өте оңай және де қолжетімді заттардан тұрады. Ең алдымен 2 жұмыртқаны ыдысымызға салып, үстіне шым-шым тұз қосып, қант саламыз. Және де венчиктің көмегімен жақсылап араластырып аламыз. Ал енді 250 мг бөлме температурасындағы сүтті құямыз. Және де тағы да айтып кететін жайт, жұмыртқада бөлме температурасында болғаны жақсы. Өйткені жақсы көтеріледі біздің панкейкіміз. Енді осы құйылған сүтті жақсылап тағы да бір араластырып аламыз. Енді сұйық майымызды осы массаның үстіне құйып тағы да араластырып аламыз. Достар, видеоның төменгі жағында барлық заттардың мөлшерін жазып кетемін. Ал енді ұн мен қопсытқышты араластырып аламыз екеуін. Немесе қопсытқыш болмаса, сізде жай ғана ас содасын қолдануға болады. Енді осы массаны сұйық массамыздың үстіне салып, бір келкі болғанша араластырамыз венчиктің көмегімен. Достар, біздің тестіміз дайын болып қалды. Панкейктің қамыры өте оңай дайындалады, көргеніңіздей. Бірақ дәмі өте тәп-тәтті. Панкейктің қамырында, тестісында ешқандай да түйіршік болмау керек. Сондықтан жақсылап тұрып венчиктің көмегімен осылай араластырып аламыз. Біздің қамырымыз дайын. Енді газге табамызды қойып пісіріп аламыз. Міне біздің бірінші панкейктарымыз пісіп шығып жатыр, жайлап. Өте тез піседі, сондықтан да күйдіріп алмаңыздар. Достар, рецептім ұнаса, өздеріңізде сақтап алыңыздар, және де мені қолдап, маған лайк басып кетуді ұмытпаңыздар. Тіркелмеген болсаңыздар, міндетті түрде тіркеліп кетіңіздер. Менің бұдан да басқа жақсы рецепттерім алдағы уақытта шығады. Сау болыңыздар, ас болсын.